Сәлем достар, сіздермен Азиза. Бүгін етсіз котлет жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге ол үшін 3 баклажан керек болады. Баклажанымыздың сыртын дұрыстап тазалап аламыз. Міне менің баклажандарым дайын. Енді оларды осылай дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Міне баклажанымызды осылай турап алатын боламыз. Туралып дайын болған баклажандарымызды арнайы ыдысқа салып, астын қыздырып, үстіне баклажанымыз аса батпайтындай етіп, аз мөлшерде су құйып, үстін жауып қоятын боламыз. Сонда бізде баклажанымыз тез және де жұмсақ болып пісетін болады. Баклажандарымыз пісіп дайын болғанша, аса үлкен емес, осындай 4 пиязды ұсақтап турайтын боламыз. Егер де пияздарыңыз үлкен болса, үлкен 2 пияз турауларыңызға болады. Егер де бұдан да ұсақ болған қаласаңыздар, етті тартқышқа салып, ұсақтап алуларыңызға болады. Мен пияздарым дайын. Келесі кезек қызанақтарымызда. Мен қызанақтың осындай кішкентай түрінен 4 данасын қолданатын боламын. Ең алдымен қызанақтардың осылай шетін алып, 2 бөлікке бөліп алып, ішіндегі шырынын алып тастайтын боламын. Мен осылай дәл видеодағыдай ұсақтап турап алатын боламын. Міне біздің баклажандарымыз пісіп дайын болып қалды. Суын көрдіңіздер ме? Суы осылай шетіне шығып тұратын болады. Дайын болған баклажандарымызды басқа ыдысқа салып алатын боламыз. Бізге суы қажет емес. Салқын жерге қойып қоятын боламыз, яғни суыту қажет болады. Ол баклажандарымыз суығанша осындай болгар бұрышымызды да ұсақтап турап алатын боламыз. Міне болгар бұрыштарымыз дайын. Келесі кезек сырымызда 50 грамдай сырымызды үккіштен өткізіп дайындап алатын боламыз. Барлық туралған массамызға, яғни пияз, қызанақ, болгар бұрышына үккіштен өткізілген сырымызды араластыратын боламыз. Міне біздің баклажанымыз суып дайын болып қалыпты. Суынан ажыратып, дайын болған массамыздың үстіне салатын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен тұз, бұрыш, базилик, райхан, укроп қосқан болатынмын. Және де 2 қасық манная каша қосып жесеңіздер өте дәмді болатын болады. Және де 2 жұмыртқа қостым. Барлығын біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Міне котлеттерімізге форма жасап, панировочный сухаримен үстіне аунатып алып, біркелкі етіп қоятын боламыз. Міне менде 3 баклажаннан 13 котлет шықты. Майымызды қыздырып, біркелкі етіп салып, кезек-кезекпен 2 жағы қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне менің котлеттерім дайын. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.